сәлеметсіздер ме әріптестер? Мен Үшарал қазақ гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Ахметова Динара Еркінғалиқызы. Сіздерге ұсынатын әдістемелік жұмысымның тақырыбы қашықтықтан оқытуда білім сапасын көтерудің тиімді жолдары. Бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту компьютерлік және интернетте оқыту технологиялары ретінде саналып отыр. Заманауи технологиялар мыңдаған километр бөліп тұрған оқушы мен оқытушы арасын байланыстырушы болып табылады. Қашықтықтан оқу оқушылардың білім алуға деген жоғарғы ынтасын қажет етеді. Ол үшін оқушы оқу материалының көп бөлігін өз бетімен меңгеруі қажет. Әрбір оқушының жеке қабілетін ескере отырып, олардың қажеттілігін анықтауымыз керек. Яғни қажеттілігіне сәйкес оқушыны оқуға тартатын, ынтасын оятатын жеке хабарламалар жіберіп отырамыз. Оқушының орындаған тапсырмаларына кері байланыс беріп отырамыз. Оқушыны онлайн сабақта белсенді болуға ынталандыруымыз керек. Ол үшін әртүрлі әдістерді қолданамыз. Әртүрлі отбасылық жағдайлардың орын алуын да ескергеніміз жөн. Оқушының жұмысы оқушының қажеттілігіне қарай меңгерген білімін бейне жазба, эссе, конспект және тағы басқа түрде тапсыруына болады. Мен өзімнің пәнім бойынша әдіс тәсілмен бөліссем, оқушыларға жаңа тақырып түсіндіру үшін мүмкіндігінше видео сабақтар түсіріп жіберуге тырысамын. Себебі видео сабақтарды қолдану мен презентациялар демонстрациялау оқу құралы ретінде ойлауды, абстрактылы ойлауды, пәнге деген қызығушылықтарын арттырады. Осы қағидалардың барлығын орындайтын болсаңыз, сіздің қашықтықтан оқытуда ұйымдастырған сабағыңыз өте тиімді және нәтижелі болып шығатынына сенімдімін. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.